Сәлем достар, бұл сабағымызда тізімдердегі, яғни массивтердегі итерация туралы өтетін боламыз. Яғни ағылшын тілінде итератор дейді. Сол итераторды өзіміз объект ретінде, класс ретінде қалай жасаймыз, сол туралы осы сабақта өтетін боламыз. Ол үшін бір тізім құрайық. Тізімнің ішінде мысалға 1, 2, 3, 4, 5 деген элементтер болсын. Осыны біз for циклы арқылы жүріп өтетін едік. Итератор дегеніміз жалпы мысалға 1, бірден кейін 2, одан кейін 3, одан кейін 4, одан кейін 5. Яғни қайталанатын жолдары бар нәрселерді айтамыз. Итерация деп, яғни iterable деп. Біздің тізіміміз мына жерде iterable, яғни бірінен кейін бірі кезекпен келе беретін нәрсе, итерацияға жатады. Мысалға принтпен әрбір элементті біз осылай жаздыртатын едік, цикл арқылы барлық тізімдегі әрбір элемент бойынша кезек-кезек жүріп отырып экранға шығарып отыратын едік. Енді біз бұл тізімді өзіміз қалай әр элементті, әр итерациясын қалай көреміз, сол туралы да бір түсініктеме қалсын миымызда. Мысалы, өзіміздің сандарымызды жасайтын бір класс жасаған кезде бұл нәрсе керек болады бізге. Мысалға dir деп тізімнің қандай методтары бар, соны көрейік. Бірінші Ctrl-Shift тырнақша Pythonмен көрген кезде міне бізде мына жерде iter деген метод бар. Яғни бұл итерациясы бар массив деген сөз. Яғни біздің тізіміміз соған жатады. Енді осыны итерді біз қалай қолданамыз? Ол үшін біз итераторымызды өзіміз тағайындаймыз. Мысалға итератор болды ма? Итератор деген айнымалын тағайындаймыз. Оған бір iter деген методымыз бар біздің. Соған тізімімізді жібереміз. Мысалға қарап тұрып принтпен бұл бір итератор деген бір массивтегі бір объектті құрған болып есептелеміз. Мысалға итераторды көрейік жаздырып. Ctrl-Shift тырнақша. Міне, итератор list итератор деген объект құрылды дейді. Мына адресте жатыр дейді, оперативный памятімізде. Бұл тізімдегі бір итераторымыз. Яғни, бұны қалай қолданамыз? Ол үшін бізге тағы да бір метод керек. Екінші метод ол бізде next деген метод. Оны былай қолдансақ болады. Print деп next методына жіберсек, яғни келесі деген методына жіберсек, осы итераторымызды әрбір тізімдегі әрбір элементтерді жеке-жеке осылай жаздыртып алуға болады бізге. Мысалға 1, 2, 3 деп үшеуін жаздыртайын, Ctrl-Shift тырнақшамен орындатқызайын. Мына элементтер келді. Бірінші элемент, екінші элемент, үшінші элемент келді. Енді бұны ары қарай да көбейтіп, мысалы асып кетті дейді тізімнен, ол кезде біз қатемізді аламыз. Қандай қате? Ол әрине stop iteration. Яғни тізім бітті дейді, біткеннен кейін ары қарай мен итерация жасай алмаймын дейді. Сондықтан осы stop iteration қатесін берді. Енді бұл қатенің алдын алу үшін біз try except блогын қолдануымыз керек еді. Алдыңғы жаңа көрсеткен for циклы осы жерде қолданысқа енеді. Ол сол мына жердегі try stop iteration қателігін алғаннан кейін сразу циклды тоқтатады да бізге нәтижені шығарып береді. Негізгі for циклы былай жұмыс жасайды. Артқы тарапта, енді біз білмесек те солай қолданылып жатыр негізі. Мысалы, while true деген цикл ашылады, енді тоқтаусыз цикл ашылады. Ішінде мысалы try except блогына алайық. Элемент тең next методына алады итераторды. Сөйтіп экранға принтпен элемент жаздыртады. Сөйтіп ары қарай except блогына келеді. Except блогына келеді. Ол бізде stop iteration деген нәрсе бар. Ол кезде бізде race жасайды. Енді race жасау да мүмкін. Stop деп stop iterationға келген кезде break деп
шығып кетсек те болады бұл циклдан. Дәл осылай жұмыс еткізуге де болады. Яғни 5 элементіміз жаздырып, ары қарай циклдан шығып кетсек болады. Мына мысалы 1-ден 5-ке дейінгі барлығын жазып берді. For циклы дәл осылай жұмыс жасайды арқа тарапта. Яғни біздің артымызда біз for циклын тек қолдануды ғана білеміз, бірақ артыңғы жағында қандай жұмыс жасап жатқанын білмейміз. Енді сол жерде осы stop iteration try except блогы, яғни қатенің алдын алу блоктары жұмыс жасап жатыр артында. Енді бұның барлығын біз Ctrl-K мен комментке алайық. Енді біз мына тізімді қолданып көрдік, бұның iterable екенін де көрдік. Алдағы уақытта өзіміз енді өзіміздің классымызды жасап көрейік. Сол кезде қалай болады? Мысалға, бір класс создавать етеміз, класс құрамыз. Ол my numbers деген болсын. Мысалға, бір бастапқы мәнін берейік, соңғы мәнін берейік, екеуінің ортасындағы бүкіл сандарды бізге шығарып беретін өзіміздің классымызды құрайық. Ол үшін def білесіздер, класс создавать еткен кезде init деген методымызды қолданатын едік. Init методы бізде self-тан кейін бір start айнымалысын алсын және stop айнымалысын алсын. Бастапқы мәні мен соңғы мәнін алсын. Сөйтіп бізге self нүкте start тең жоқ сырттан келген start айнымалысын алсын. Одан кейін self нүкте stop тең stop элементін алсын. Енді бізде жаңағы iter деген методымызды өзіміз құрамыз. Iter нежный. Оның ішіне self методын алады, self-ті алады. Және return мен self-тің өзін қайтарады. Сыртқа қайтарады. Жаңа итерация жасайтын элементтерді жеке қайтарып отырады. Әрбір элементті өзін қайтарып отырады бұл жерде. Енді бізде def next деген методымыз келеді. Next методы. Бұл жерде де self-ті алады. Енді осы жерде біз сұрақ қоямыз. If self нүкте start кіші немесе тең болған жағдайда ғана жұмыс жасау керек. Стоптан. Self нүкте stop. Яғни бастапқы мән соңғы мәннен үлкен болып кетпеген уақыттың ішінде бұл жұмыс жасап тұрады деген сөз. Self start, self stop. Егер бұл x деп айнымалы деп тағайындап алайық, self нүкте startты қазір осы x-ті ретурнмен жасатқызамыз. Self нүкте startты бір арттырайық, яғни итерация бір қадамнан болсын. Start плюс тең бір дейміз. Бір енді return x-тің өзін қайтарамыз сыртқа, санды жібереміз. Else rise береміз, яғни stop қателігін береміз, stop iteration'ды береміз. Stop iteration'ды жібереміз race'ға, яғни қатенің алдын алу мақсатында. Енді біз осы классымызды, өзіміздің жазған классымызды қолданайық. Мысалыға, тізім бірге жазайын, тең болады менің класс атына my numbers деген классымның ішіне жіберем. Ол жер маған бұл класс менен екі айнымалы сұрайды, яғни ол мысалы 20-дан 30-ға дейін, яғни 20-дан 30-ға дейінгі сандарды маған экранға жаздырып беретін нәрсені шығартамыз. Енді бұл тізімді мен өзімнің тізімімді құрдым автомат түрде. Енді бұл итерация жасай алады. Оны for циклімен де тексере аламыз. Мысалы for i in тізім бір print-пен i-ді экранға жаздыртайық. Көрейік, Ctrl-Shift-тан 20-дан 30-ға шейін жазып беремін. 20-дан 30-ға дейін маған еш қиындықсыз экранға жазып берді. Яғни менің тізімім өзімнің құрған классымда my numbers деген класстың ішінен итерацияланатын тізім екенін шығарып берді маған. Енді бұл
тек while циклын ғана емес, жаңағы next, iter деген айнымалы методтарды қолдану арқылы да біз шығара аламыз. Мысалға, итератор деп қайтадан тең iter методына жібереміз тізім бірімізді. Енді оны print пен next методына салып отырамыз итераторымызды. Яғни әрбір элементімізді жаздырта аламыз осылай. Мынаны сақтап алайын и тоқтатпай бірнешеуін жаздыртайын. Ctrl-Shift нақшамен Enter'ды бассақ, мына жерде next қате кетіп қалды. Next. Сақтаймыз, Ctrl-Shift нақша қайтадан орындап жазамыз. Мына 20, 21, 22, 23-ке шейін маған экранға жазып берді. Енді бұны ары қарай көбейте берсек те болады. Next-терді тысын қалдырмайық. Сақтаймыз, Ctrl-Shift нақша 26-ға шейін жаздыртып берді менің тізімімді. Ешқандай қиындықсыз итерация қолдану арқылы жазып берді. Енді бұның барлығын өйстіп тексеріп отырмай-ақ, жаңағы жоғарыда біз while-ды қолдандық. Сол while true мен де жазып берейік. Try except блогын аламыз бұл жерде, қателіктің алдын алу мақсатында. Және next, элемент дейік. Элемент тең next пен жоғарыдағы біздің итераторымызды жібереміз. Енді ары қарай print пен элементімізді жаздыртамыз. Жоғарыда бұны көрдіге қалай істейтінімізді. Және except блогында stop iteration'ды жаздырттық. Break пен біз шығып кете аламыз осы циклдан. Ctrl-Shift нақша жіберсек 20-дан 30-ға дейін жазып берді. Енді бұл жердегі санды өзгерте береміз. Мысалға 10-нан 15-ке дейін санды жіберейік. Ctrl-Shift нақша орындатамыз. 10-нан 15-ке шейін бізге жаздырып берді. Енді бұл объекттерді, яғни итерация объектісін, осы myNumbers класынан жасалған объекттерді осы итерациямен жұмыс істеткіздік. Енді осы итерация жасалынған объекттерді, яғни итератор объекттерін келесі сабағымызда generate, яғни өзіміз жасатып көрейік оны да. Яғни келесі сабақта generator, ағылшын тілінде generate, өзіміз жасайтын нәрсені сабағымызда келесі сабақта көретін боламыз. Барлықтарыңыз түсінбеген болсаңыздар, егер де комментарийға міндетті түрде жазыңыздар, мен жауап беруге тырысамын барлықтарыңызға. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.